оқушылар? Амансыздар ма? Отыра беріңіздер. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға көңіл-күйлеріңіз қандай? Жақсы болса, ендеше бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сіздер мына суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте не көріп тұрсыздар? Еңбек. Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі тақырыбымыз еңбек жайлы болмақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасында еңбек қатынастарын құқықтық реттеуі. Бүгінгі сабағымыз тақырыбын жазамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Сабақ тақырыбы Қазақстан Республикасындағы еңбек қатынастарын құқықтық реттеу. Кітаптарымызда тірек сөздерді жазып аламыздар. Жазып болса, бүгінгі сабақтың мақсаты Қазақстан Республикасының еңбек қатынастары құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсінеміз. Әртүрлі өмірлік жағдаяттарда еңбек құқықтарын іске асыруын зерттейтін боламыз. Бәріміз білеміздер, еңбектің адам өмірінде алатын орны мен маңызына алдарыңызда соған қосып бар. Еңбектің адам өмірінде алатын орны мен маңызы қандай? Сол туралы өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Еңбектің адам өмірінде қандай орын алады деп ойлайсыздар өздеріңіз? Ақылдасыңыздар, бірге жазыңыз. Алдарыңызда еңбектің адам өмірінде алатын орны мен маңызы. Болсаңыздар, қол шапалақтау арқылы белгі береміз оқушылар. Еңбек туралы мақалдар бар, солардың мағынасын ашып кетіңіздер. Қандай мақалдар бар еңбек туралы? Қазақ тілін білеміз.
оқыңыздар ма, айта алыңыздар. еңбектің өзіне асырай берсін. Абжан. Басбек. Еңбек ету керек, елді бастаған істі аяғына дейін бітіру. Еңбек және еңбекші маңызы қандай дегенде, оның маңызы еңбек сыйымдылығы, қызмет көрсету еңбек шығындарының өлшемі болып табылады. Жарайсыздар, молодец. Бірінші топты алайық. Еңбек өз мақсатына жету үшін қай жағдайда қорғау үшін жұмыс қызмет бір нәрсеге қол жеткізу үшін күш салу, отбасын асырау, еңбек етсең ербей туралы қамтылмай, оның мағынасына келсек, ербей жұмыс жасау керек. Еңбектен тапқан бар тәтті болады. Жарайсыздар, отыралып. Еңбек па әлде міндет пе? Қалай түсінесіздер? Міндет түсінесіздер, да? Біз соқырап жазайық, еңбек па әлде міндет па? Яғни міндет дедіңіз. Онда 3 міндет бар. Жұмыс уақыты, демалыс уақыты, жалақы деген, да? Енді жұмыс уақыты дегеніміз не? Демалыс уақыты дегеніміз, жалақы дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап берейікші. Кім жауап береді? Айшагүл? Ал жазайық, топпен бірлесіп жазайық осы жауабын. Жұмыс уақыты дегеніміз не? Демалыс уақыты дегеніміз не? Жалақы уақыты дегеніміз не? Жазыңдар. Ал ойландыңыздар да, ақылдастыңыздар, ал айта алыңыздар. Радмет тұрам. Жұмыстың уақыты дегеніміз не? Жұмыстың уақыты ол елге қызмет ету, отбасын асырауға еңбек. Демалыс уақыты дегеніміз не? Жұмыстан бөлек отбасымен саяхаттап, шеберлік ету. Жалақы дегеніміз не? Ол еңбек өзінің жұмыс істеп тапқан жалақысы, ол өзіне отбасына керек. Жалақысы еңбегін алу. Еңбегін алуды жарайсыздар, дұрыс. Ал екінші топ дайынсыздар ма? Ал айта алайық, бірлесіп айта алайық. Жұмыс уақыты дегеніміз Жұмыс уақытта әр адам өз отбасын асырау керек деген ойдан. Ойдасыз, жұмыс уақыты дегеніміз не? Әр жұмыстың несі бар? Белгіленген уақыты бар өзінің. Иә. Сол уақытта адам өзіне жеткізу керек. Жақсы. Демалыс уақыты дегеніміз не? Демалыс уақыты өзінің тіршіліктегі Иә, ол демалу ғой. Енді Қазақстан Республикасының өзінің бекіткен жұмысшылардың өзінің несі болады? Демалыс уақыты болады. Жалақы дегеніміз не? Жалақы дегеніміз
алатынын айтты. Аян амалсыздан келісті. Әкімшілік ұсынған шарт еңбек заңнамасына сәйкес келеді ме? Жауабыңызды дәлелдеңіз. Ал осы сұраққа ойланып отырыңыздар, топ болып қазір сұраймыз. Жағдаятты шешуге. Келесі бірінші томға Дидара оқып, қолында қасында. 16 жасар Абай құрылыс жұмысына қосалқы жұмысшы ретінде тұрақты жұмысқа орналасты. Құрылыс компаниясына құрылысты тездетіп тапсыру керек болды. Соған байланысты Абайды түнгі уақытта жұмысқа шақыруға міндеттеді. Ол бас тартты. Осыған байланысты Абайды жұмыстан шығарып жіберді. Абайдың кебелетке тумағанын сылтауратып, еңбек жалақысы мен еңбек кітапшасына бермей қойды. Әкімшіліктің іс-әрекетіне құқықтық баға берді. Дәлел келтіріп, жағдаятты шешуге тырысыңыздар. Сіздер қалай шешер едіңіздер? Осы жағдаятты жасап отқан жұмыс беруші практика дұрыс па, дұрыс емес па? Сол туралы айтасыздар. Бір-бірлеріңізбен ақылдасыңыздар. Бір-бірлеріңіздің пікірлерін сұраңыздар. Осы дұрыс па заң бойынша? Дұрыс емес па? Құқығы бар. Дұрыс, қожатып тұр ма? Жұмыс беруші тарап. Айтасыздар ма? Ал осы турасында қойды. Ферманың жаңа теңгесі жөніндегі заң өзінің жұмыс уақыты болу керек. Жаңа айттық, жұмыс уақыты белгіленеді әрбір жұмысында. Жалақысы тұрақты болу керек. Иә. Өзгерту керек. Өзгермеу керек. Бірақ бұған деген жұмысты фирманың директорының тыс жұмыстар болып, одан жұмыстан соқпайтын басқа жұмыс тапсырып отыр бұл кісіге. Бұған үстіне қосымша үстемақы төлеу керек па, керек емес пе? Нақты төлеу керек. Төлеу керек. Ол өзінің жұмыс уақытта себебі не істеді? Көп уақытын жұмысқа жіберіп отыр. Сондықтан бұған үстемақы беріп, еңбек шартының заңнамасын не істеу керек? Бұзып, кері жасау керек. Ай бар ма топтарында басқа ой айтады? Ал айта қояйық екінші топ. Әкімшілік іс-әрекетіне құқықтық баға берді деген өзге Абайдың ережесі қойған сағаттан тыс жұмысшыларды шақыруға міндетті емес. Абайдың бастаған өте орынды, себебі түнгі оны кешке жұмыс уақытынан бөлек оны шақыруға міндетті емес. Абайдың осы бастығы деген Абайдың кәмелетке толмаған сылтауратты еңбек жалақысы берген оған басында жұмыс істеді. Осы уақытта жұмыс істеген уақытын Дұрыс айтасыз. жалақысын беру Кәмелетке толмаған баланы кешкі уақытта жұмысқа шақыруға болмайды да. Еңбек беруші орган өзінің еңбек шартын істеп отыр.